жетпей ойда қисайып кетті камера. Аньонсео деп короче амандасып кетсем иә. Барлықтарыңызға сәлем, сіздермен бірге мен қайттан Гоха влог. Бүгінгі видеомызды сіздер обложкасынан көрген боларсыздар, иә, атауынан көрген боларсыздар. Бүгінгі видеомыз қалай тілдерді тез әрі оңай үйреніп алуға болады. Осы жайында мен сіздерге толықтай айтып беретін боламын. Қазіргі кезде әлеуметтік маңызы өте зор тақырып. Көбісі қазір тілдерді үйреніп, одан кейін басын бастап үйреніп, одан кейін ортасына келген кезде барлығы жақсы болып, енді кішкене 3-4 қадам қалған кезде тастап кететіндер бар. Белгілі бір себептер, мысалға еріну, және қайттан ынтаның жоқ болып кетуі, сол осы тілдерді үйреніп кетіп тастап кететіндер қазіргі таңда өте көп. Сонымен басты тақырыпқа оралайық. Мен сіздерге тіл үйренудің ең бірінші жолын айтайын. Бірінші жолы ол ең бірінші қадам деп те айтуға болады оны. Сіздер ең алдымен осы тілді не үшін үйреніп жатырсыздар? Мысалы, кейбіреулер былай жасайды. Корей тілін үйренгісі келеді. Не себепті? Себебі болашақта Кореяға оқуға түсіп, сол жерде өмір сүргісі келетіндер өте көп қазіргі таңда. Сол корей тілін осы себеппен, осы мақсатпен үйреніп жатады. Және соған тезірек жеткісі келіп, корей тілін де тезірек үйреніп алуға болады. Міне, сіздер де осындай мақсат қойып, оны корей тілін, мысалға, кез келген тілді үйреніп алуға болады. Ең бастысы мақсатты қойыңыздар және соған қадамдар жасаңыздар. Екінші қадам, екінші тәсіл дейік. Ол жалпы кітаптарды сатып алу. Осы тілді үйрену бойынша қазір көптеген кітаптар бар. Мен сіздерге соған мысал көрсетіп өтейін. Міне қараңыздар, осындай Кембридж университетінің осындай кітабы бар. Бұны интернеттен де заказ беруге болады. Бұл ағылшын тілін үйренуге арналған. Қазіргі таңда мен осы кітаппен ағылшын тілін үйреніп жатырмын. Оны менің алдыңғы влогтарымнан да көрген боларсыздар. Бұл жерде көптеген жаттығулар бар. Осыларды өздеріңіз орындасаңыздар болады. Сол сияқты көптеген тілдер бойынша кітаптар қазір өте көп. Және мен сіздерге кітаптан ең көп сатылатын жерін айтып өтейін. Мега сауда орталығының Меломан кітап магазинінде өте көптеген кітаптар бар. Әртүрлі жанрларда. Сол жерге барып алып көрсеңіздер болады. Осы кітаптар арқылы күнделікті жаттығулар жасап, үйренуге, тілді тезірек үйреніп алуға болады. Үшінші қадам, ол курстарға, офлайн, онлайн курстарға қатысу. Мысалға, қазіргі мен бұрында ағылшын тілінен офлайн курсқа қатысқан болатынмын, және де сол жерде толықтай барлық программасын бітіріп кеттім. Тіпті мен өзім шығамын деп жатқан кезде менің мұғалімім өте дұрыс, себебі сен осы барлық программаның барлығын өтіп тастадың. Менің қазіргі үйрететін нәрсем саған өте оңай, сөзбіпті қиынрақ, деңгейі жоғарырақ курсқа жазыл деген болатын. Солай мен курстың барлық программасын бітіріп кеткен болатын ағылшын тілінен. Және де онлайн курстарға да қатысуға болады. Бірақ офлайн болған жақсырақ, себебі сіздер өздеріңіз сол түсінбеген нәрселеріңізді мұғалімнен сұрауға болады. Барлығы өте оңай болады. Ал онлайн болса, онда оны бір платформаға кіріп, нетулеріңіз керек, платформаға кіріп қатысуларыңыз керек. Көбісі тікелей эфирде өткізеді. Қазір тікелей эфир қатып қалып жатады. Zoom қосымшасымен де өткізетіндер бар. Ол да қатып дұрыс емес болып жатады. Мұғалімдер дұрыс жауабын бермейді. Сол себепті офлайн курсқа қатысқандарыңыз жөн. Тіл үйренудің төртінші қадамы, ол осы ютубта деген көптеген әртүрлі ютуб каналдар бар. Мысалы, кез келген тілді үйренуге болатын
материалдар да қазір тегін материалдар өте көп, және де қазір өздеріңіз байқап жатсыздар ма, инстаграмның стористарын өткізіп отырған кезде бір реклама шығып қалады. Сол рекламаларда тегін марафон, тағы бір нәрсе, сондай көптеген тегін нәрселер шығады, гайд, чек-лист өте көп. Соларды алсаңыздар болады. Қазір ютубта мәліметтер деген өте көп, тегін. Одан кейін App Store және Play Market қосымшаларында көптеген қосымшалар бар. Мысалы Duolingo қосымшасын сіздерге айтқым келіп тұр. Ол жерде кез келген тілді, қандай тіл үйренесіз, соны жазу керек жалпы. Одан кейін күнделікті соған кіріп тілді үйренуге болады. Көптеген жаттығулар болады. Ең бірінші алфавиттен, дыбыстардан бастап сөйлем құрауға дейін, жалпы диалог сөйлеулерге дейін барлығына дейін үйретеді. Және ол жерде тексттер жазып қана қоймай, аудиомен сөйлеп те отырасыздар. Өздеріңнің кейбір жаттығулар болады. Сол жерде аудиомен сөйлеу керек болады. Өте керемет, өте жақсы қосымша. Duolingo қосымшасын сіздерге кеңес бергім келеді. Ал сонымен біздің видеомыз аяғына дейін жетті. Сіздерге бұл видео пайдалы болды деп ойлаймын. Қазіргі кезде маңызы өте көп тақырыптардың бірін қозғағым келді. Мен қазір мысалға кәріс тілін үйреніп жатырмын. Кәріс тілі мен ағылшын тілін екеуін қатар алып жатырмын. Негізі, бірақ сіздерге енді өздеріңіздің жағдайларыңызға қарай бірінші бір тілді үйреніп алу сіздерге оңайырақ болады деп ойлаймын. Қаласаңыздар екі тілді де алуға болады. Біздің видеомыз аяғына дейін жетті. Сіздерге ұнады деп ойлаймын. Егер де ұнаса, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпеңіздер. Және де менің арнам сізге пайдалы болса, онда тіркелу, подписаться бастырмасын басып, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыз. Қоңыраушаны басу арқылы сіздер менің арнамда қандай видео шықты, соны көре аласыздар. Сау болыңыздар. Келесі кездескенше.